Баршаңызға сәлем, YouTube каналының оқырмандары. Бүгін сіздерге көрсететін видео рецепт Ташкент еліне барған болсаңыздар, Чарсу базарында сатылатын ташкентский ханның рецепті. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен 1 стакан 300 мл суды құямыз. Кішкентай қасықпен 1,5 ас қасықтай тұз саламыз. Қамырымызды біркелкі етіп елеп алдық. Енді 15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Тестамыз дайын болғанға дейін біздер ханымның салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 1,5-2 килограммға жуық картоп қажет және де 1 дана пияз қажет. Пиязды дәл осылай ұсақтап турап алдық. Содан соң картопты ұзынша жұқа етіп турау үшін, көп уақыт алмау үшін осындай ұзын насаткалы терканы қолданып, теркадан өткізіп жатырмыз картопты. Енді тестамызды аламыз. Енді осылай етіп кішкене бөлікшелерге бөліп шығамыз. Қамырды барынша осылай жұқалау етіп жаямыз. Міне 1 мм-дей етіп. Қазір сіздерге біреуін сразу тиіп көрсетейін. Салмамызға тек қана тұз бен қарабұрыш қостық, араластырдық. Енді міне листімізға майды сүртіп алдық, май жағып алдық. Енді қазір сіздерге біреуін тиіп көрсететін боламын. Ортасынан бір жағына бір рет, екінші жағына бөгеміз. Осылай кете бересіздер. Енді ханымды осылай буда мантаваркада 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Ханым піскенге дейін оған қажетті томатный соусты дайындайтын боламыз. Ол үшін қазанымызды кішкене қыздырып, оған осылай сұйық майды құямыз. Көп емес, кішкене ғана жетеді. 1 дана пиязды ұзынша етіп турап, осылай 5-6 минуттай қуырамыз. Енді томат пастасын саламыз. Бетін жауып, бір қайнағаннан соң астын бәсеңдетіп 10 минутқа жуықтай қайнатып аламыз. 40 минуттай өтті. Енді қазір ашып көрсетемін сіздерге. Ханым уже пісіп қалды. Осылай шараға ішіне таза салафанды салып аламыз. Барынша үлкендеу болған дұрыс. Біздің барлық ханымдар сиятынға дейін үлкендеу таза салафан алып осылай жасап қоямыз. Содан соң осылай ханымды осы салафанның ішіне саламыз. үстінен біздің дайын болған
томатный соусымызды құятын боламыз. Осылай жасап алдық. Енді ауасын шығарып, қалақанды жауып, осылай ауа кірмейтіндей етіп байлаймыз. Және де осылай сыртынан жылы етіп ұстап отыру үшін орап қоямыз. Осылай жарты сағат немесе 40 минуттай тұрса да болады. Ал қазір мен сіздерге ханымды ашып көрсететін боламын. Бізде 40 минуттай уақыт өткен жоқ, 10 минут қана уақыт өтті. Тезірек сіздерге ашып көрсеткім келіп тұр. Содан соң қайтадан орап қоятын боламын. Мінекей, 40 минуттай томатный соуста тұрған кезде ханым одан сайын жұмсарады. Одан сайын томатный соус өзінің дәмін ханымға сіңдіреді, қызыл түс береді, әдемі болып шығады. Ал қазір мен сіздерге 10 минуттан кейінгі өзгерісінің түрін көрсететін боламын. Ал мінекей, көріп тұрғандарыңыздай, ташкентский чарсу ханым осындай болып шықты.